1938 жылы жазға салым Тәжікстандағы бүкіл қазаққа Қажымұқан балуан келе жатыр деген хабар тарады. Қазақ атаулы түгел құлақтанып тәжіктерге өздерінің кім екенін білдіретін мүмкіндік туғанына қуанды. Жалпы Тәжікстан кеңес өкіметі кеш орнаған республика болатын. Алыстаулы аудандарда кеңестік тәртіпті мойындамау, бағынбау, басмашылық, қарақшылық 40-шы жылдарға дейін созылды. Сондықтан бекен айналада кімнің дос, кімнің жау екенін ажырату оңай еместін. Бірақ тәжіктердің көбі кіммен болса да ортақ тіл табысып қазақтарға жақсы қарады. Өз басым әке-шешемді қалтқысыз құрметтеген талай тәжікті білем. Көп кешікпей зарға күткен циркте келіп, біздің үйге жақын жердегі базар алаңына шатыр тікті. Шағын вагондар қатарласа тізіліп, үйретілген жануарларға ашық қоралар жасалды. Тәжіктер музыкаға бейім, өнерлі, бейдесе кәрі демей, жас демей жанып кетеді. Цирк келді дегенде ойын болатын күнге дейін ертелгеш кернейлетіп, сырнайлатып, ән шырқап, би билеген тәжігі, қазағы, өзбегі аралас халық қуанышында шек болмады. Цирк ашылатын күні де солай болды. Бір кезде ойын басталады деген дауыс естілді. Жұрт тынышталды. Ойын өтетін алаң мұқият тазартылды. Музыка ойнап, цирк алаңына оң қолын жоғары көтерген Қажымұқан шықты. Үстінде спорт костюмі, ары-бері асықпай жүріп, жұртқа тағзым етті. Жаршы оның кім екенін, атақ дәрежесін жариялап болысымен, ал іштеріңізде дүние жүзіне белгілі палуанмен көш сынасам дейтіндер бар ма? Бар болса, ортаға шықсын деп хабарлады. Сәлден соң ұлты белгісіз, бірақ мұсылманша киінген біреу, одан кейін нақ сондай тағы біреу, тағылар шығып жатты. Қажымұқанға шақ келген еш қайсысы жоқ әрине. Бәрінің жауырыны жер иіскет. Балуандар күресінен кейін алаңға өзге әртістер шықты. Гимнастикашылар, жонглерлер, үйретілген жануарлар дегендей. Әсіресе масқарапаздардың, яғни клоун өнеріне тәнті болып, төбелері көкке жеткендердің екі езулері құлағында. Үзілістен кейін алаңға қайта шыққан Қажымұқан біресе білектей темірді доғадай еп, біресе екі пұттық тасты басынан айналдыра, оңды солды үйіріп, бұлшық еттерін ойнатып, талай тамашаға кенелтті. Онан соң бірнеше әртіс бірі Қажымұқанның арқасына, бірі төсіне, бірі иығына жабыла мініп, аяғына көрінген батыр алаңда айнала жүріп өтті. Ең соңында алаңға қалың етіп ағаш шөгіндісі төгілді. Оған Қажымұқан арқасымен жатып, тұла бойын көмкері тақтайлар мен тіреуіштер қойылды. Бұл батырдың бүгінгі соңғы өнері. Қазір кузовына адам толы полуторка машина палуанның үстімен жүріп өтеді. Жұрт ушу. Кейбіреулер көруге бата алмай көздерін қолымен жабады. Кенет кернейдің даусы естілісімен машина қас қаққанша палуанның үстімен өте шықты да алаңның қарсы бетіне барып тоқтады. Демдерін ішінен алған көрермендер палуан аман ба, жоқ па, біле алмай дал. О, ғажап! 4 адам көтеріп әкелген тақтайлар мен тіреуіштерді жан-жаққа сарт-сұрт лақтырып, астынан Қажымұқан атып тұрды. Дін аман, көрермендер ышқына айқайлап, көздеріне жас алғандар, теріс айналғандар қаншама. Керней сырнайдың үні құлақты жарып барады. Қатты қорыққан мен бақырып жылап жібердім. Жанымда отырған Шынар әжем бетіме мұздай су бүркіп есімді жиғызды. Ойыннан кейін бүкіл қазақ цирк алаңына жақын жердегі біздің үйге жиналып, әне-міне дегенше бір баспақ, бір қойдың еті қазанға салынды. Үлкен бөлмеге мол дастархан жайылды. Мені орталарына алған әкем, тағы бірнеше жасы үлкен ақсақал палуанды дәмге шақыруға бардық.
Суға шайынып, киімін ауыстырған палуан иығына қазақы жібек шапанын жауып, басына тақиясын, аяғына жылы шұлық киіп, ағаш скамейкіде демалып отыр екен. Бізді көріп жылы жымиды да, үлкендермен жеке-жеке қол беріп амандасты. Мені жерден іліп алып, жоғары көтерді де, маңдайымнан бір сипап төмен түсірді. Үйлеріңнің жақындығы жақсы екен, машинадан жалықтым, деп баруға келісім берді. Бар шартысты ертпейсіз бе? Деген әкеме, қажеті жоқ, олар ертеңге дайындалады, деп жалғыз жүрді. Үйге келдік. Қора толған қазақтар екі жарылып, палуан ортада келеді. Есік алдында қолын жуып, кең бөлмеге кірдік. Қадірлі адамдар осында, орын жетпегендер көрші бөлмеге отырды. Бір таңғалғаным, батыр тамақты аз жеді. Бастан ауыз тиген соң, бір құлағын маған кесіп беріп, жамбастың етінен бір кесіп аузына салды да, екеуінде қасындағы ақсақалға ұсынды. Ол да солай жасап, палуанның сарқыты бүкіл үйді аралап шықты. Дәу табақ еттен де мандытып дәм татқан жоқ, дабыр-дұбыр, лепірме сөз, ән күй болмай, палуанның әңгімесі тыңдалды. Алдын ала дайындалған ішімдік бөтелкелері ашылмады. Қажымұқан керегі жоқ деген соң, тентек судан ұрттауға басқалар да баталмады. Әкем үй иесі ретінде дастархан басындағыларды палуанға кезек-кезек таныстырып, көрші бөлмедегілерде естісін деп қаттырақ сөйлеп отырды. Әкемнің Қажымұқанмен бұрыннан таныс екені де аңғарылмай қалған жоқ. Қонақтардың қанша отырғанын білмейм, ұйықтап кетіппін. Ертеңіне болатын ойынға мені апарған жоқ. Ойын болды ма, жоқ па, оны да білмейм. Цирктің қанша күн өнер көрсеткені де жадымда жоқ. Бірақ цирк жабылар қарсаңдағы көрініс есімде. Әдеттегі ойын бітіп, палуанның үстінен машина өтетін кез жеткенде, бұрынғыдай емес, ештеңе болмайтынын біліп, жайбарақат отырған жұрт кенет жай түскендей улап-шулап дүрлікті де кетті. Палуанға қалқан болған көпірдің кілт шөгіп төмен түсуіне сол да жеткілікті. Кузовтағы адамдар дереу-дереу секіріп түсіп, оларға көрермендер қосылып, алаңға ұмтылды. Бұл екі арада көпір астынан өңі боп-боз боп, әзер көтерілген Қажымұқан машинаның жанына тәлтіректеп барды да, шопырды тік көтеріп алып, дөңгелектің астына атып ұрды. Арғы жағын ашу засы тасып төгілген көпшіліктің өзі тындырып, жүргізушіні жаһаннамға аттандыра салды. Бірнеше адам Қажымұқанды зембілге салып, алаңнан алып бара жатты. Содан бастап, палуан сахнаның сыртында жан тәсілім етіпті. Шопырдың өлімі үшін тұтқынға алыныпты. Түн жарымда әлде біреулер тауға қашырып жіберіпті. Дегендей, бірінен бір өтетін небір қорқынышты өсек аян гулеп берсін. Ал Қажымұқанның сол жоқтан жоқ болып, суға батқандай із-түссіз кеткені анықтан. Осы оқиғадан кейін барша қазақтың еңсесі түсіп, жабырқап, жасып жүрді. Әкемді үйден шықпай, машинаның артқы дөңгелектерімен моторын алып тастап, күні бойы соларды шұқылайтта отырады. Мені еш қайда жібермейді. Анда-санда сұқынсыз біреулер әкемнің жанына кеп, тұрып-тұрып қайтып кетеді. 3 дөңгелекті велосипедім бар еді, соны мен де күніне бірнеше рет бұзып, бірнеше рет жөндеймін. Одан жалықсам, үлкен бөлмеге кіріп, төрге жиналған төсекті бұзып ойнаймын. Бұрын көрпешелер сандықтың үстінде тұратын еді. Неге екенін қайдам, қазір сандықтың орнында сырты киізбен оралған шөккен түйедей бума тұрады. Өзі тым үлкен, биік. Көрпешелер соның үстінде. Көрпелерді еденге құлатқан соң, буманың үстіне әрең шығып, төменге қарғайым. Мүмкіндігінше алысқа секіруге тырсам, кейде әлгі бума мені өзінен өзі лақтырып жібергендей болады. Бұғанам сына жаздайды. Бір жолы түн жарымында оянып кеттім. Ұйқым қашып әлденеге елегізейм.
жанымда әкем де шешем де жоқ. Бүйірдегі бөлмеден болар болмас жарық байқалады. Жақын барып қарасам, есікпен төрдей жерде спорт костюмін киген таудай адам созылып жатыр да, әкем оның аяғын уқалап, шешем үлкен кесеге құйған шайды теңселте шайқап отыр. Мені байқаған жоқ. Таудай адам бірінші байқап түрегеп отырды да, бүгін арқамды уқалаудың керегі жоқ, оны күндіз мына бала тындырды, деп күлді әкеме қарап. Таудай адам Қажымұқан еді. Қорқып кетіп анамның артына тығылдым. Таудай адам қасына шақырып, тізесіне отырғызды, басымнан сипат. Ешкім үндемейді. Мен ұялғаннан төмен қараймын. Анам шамды сөндіріп тез жаттық. Ертеңіне ұйқыдан оянысымен әкем ешкімге ештең айтпауды ескертті. Өзі кешке қарай машинаны апыл-ғұпыл оталдырды да, қараңғы түсісімен Қажымұқанды кузовтың түбіне жатқызды. Үстіне азық-түлік салған қап, қоржын, басқа да бірдеңелер тиеп, кабинада жападан жалғыз әлдеқайда түнделетіп жүріп кетті. Бірнеше күннен кейін үйге оралды. Әкемнің аман-есен келгеніне, Қажымұқанның қауіп-қатерден құтылғанына шүкірлік еттік. Осыдан кейін неге екенін қайдам, қаладағы үйді тастап, қазақтар тұратын Орджоникидзе колхозына көшіп бардық. Неміс колонистерінен қалған едені цемент, аңыраған суық үйге орналастық. Әкем Орзоп гесіне механик боп кірді. Ол жерде суық тиіп сырқаттанған соң колхоз бастығына жұмысқа жарамсыз 2 жүк машинасынан 1 машина құрастырайын деп өтініш айтты. Бастық қарсы болған жоқ. Бұған кемі 1-1,5 ай уақыт керек екен. Сондықтан әкем анаммен мені пойызға отырғызып, Ташкенттің маңындағы туған жері Жаңажол ауданына жіберді. Онда туған туыстарды армансыз аралап, 1 айдан кейін Сталинобадқа аттану үшін Кауфманская станциясына бардық. Жанымызда бізді шығарып салуға келген анамның шешесі Бусарамен туған інісі Қуанышбек нағашым. Майда шүйден айтпағанда, іші сәлем сауқатқа лық толы 2 бума жүгіміз бар. Екеуі де зілдей ауыр. Бұл жерге пойыз кейде 5 минут тоқтайды, кейде тоқтамай, баяу жүріспен өте шығады екен. Үлгерсең міндің, үлгермесең қалдың. Билет қолда болса да көңіл алаң. Залда бізден басқа адам жоқ. Кенет есік жақтан аяғына саптама етік, бұтына галифе шалбар, үстіне сырма көйлек киіп, белін жалпақ белдікпен буған зор денелі адам алақ-жұлақ етіп кіріп келе жатты. Залды көзімен шолып бізді көрісімен ентелей жүгірді. Жүрісі ширақ, жеңіл. Қажымұқан екен. Аяқ астынан мәре-сәре болдық та қалдық. Қуанышбек нағашым перронға шығып кетті. Қажымұқан анамның жанына отырып, бірдеңелерді айтып жатты. Мен оның тізесіне шықтым да, жырық-жырық құлақтарының біріне әзер ілініп тұрған оймақтай қызыл етті жайлап ұстап көрдім. Басын қозғаған сайын оймақтай ет діріл қағып қозғалады. Дүрдеген үлкен мұрны да түртіп қалсаң, түсіп қалатындай көрінеді. Кенет есіктен көрінген Қуанышбек нағашым, пойыз келе жатыр, тоқтамайды екен, деп дауыстады. Асығып аптығып сыртқа ұмтылдық. 2 буманы 2 қолына ұстаған Қажымұқан перронға шыққан соң бірін әжеме, бірін нағашыма ұстата сап, пойызды күттік. Пойыз таяй бергенде алдымен вагон ішіне мені доптай атып жіберді. Ізінше анамның мінуіне көмектесті. Онан соң орғып барып пойыз жүрісіне ілесе алмай, кейін қала берген нағашым мен әжемнің қолындағы 2 бума жүкпен жеңілдеу заттарды әкеп алдымызға тастады да, «Қош бол, Әбдірахманға сәлем айт», деп айқайлады. Даусы тарғылданып, құмығып шықты. Көзінен жас ыршып кеткендей көрінді. Бізді шығарып салған адамның кім екенін білген пойыздың жол серіктері мен былайғы жолаушылар анам екеумізге елден ерек ілтипат білдіріп, Сталинобадқа жеткенше
қас қабағымызға қарап барды. Пойызға отырған соң, анам мені көпке дейін сөйлетпей, ананы мынаны айтып, қақпайлай берді. Тек Сырдариядан өткенде ғана шешіліп, Қажымұқанның құлақтары неге жырым-жырым дегеніме, ол жапон палуанның ісі деді. Онан соң кілемге үсті басына сабын жағып шыққан судандық зәңгінің аузына шеңгелін салып, бас терісін сыпырып алғаны жайлы айтты. Бәрін білуге құмартқан мен, Сталинобадта оны не үшін өлтірмек болды, дедім анама. Барлығында бұрыннан жақсы білетін анам, ол жергілікті НКВД адамдарының ісі. Қажымұқанды жапон таңшысы деп көзін жойып, біреулерге жағынғылары келген болса керек. Бірдеңе десе, машинасына түсіп өлген өзі дей салу түк емес. Алайда арам ойлары іске аспай, өздері ит болды. Сол қарғыс атқан күні батырды жаншып өлтіргісі келген шопырға алдымен кузовтан секіріп түскен көбі қазақ адамдар жол бермей палуанды аман сақтап қалды. Жауыздардың заланған адамдар қастандық жасаушы, әрі бірден бір куәгер шопырды сол заматта жоқ қылат деген болжамдары дәл келді. Қастандық ұйымдастырушылардың Қажымұқан машинасында жазым болмаған жағдайда жаппай тәртіпсіздік белең алып, ызғын шу үстінде батырды байқатпай атып тастай саламыз деген пасық ниеттері орындалмады. Есесіне ашулы халық сүйікті палуанын іздеп, түні бой жер-жердің бәрін шарлады. Цирк вагондары мен базардағы қойма дүкендерді қиратып, тас талқанын шығарды, жойды, бүлдірді. Бірақ батырды олар да қас күнімдер де таба алмады. Қастандық жасалған кештегі апақ-сапақ кезінде Қажымұқанды әлдебір сенімді адамдар көрші үйдің қорасы арқылы біздің үйге әкеліп жасырып, өздері палуан қашып кетті деген лақап таратып жіберді. Тіпті Амудария арқылы өз қолымызбен Ауғанстанға шығарып салдық деуші адамдар да табылып жатты. Қажымұқан дүрбелең біткенше біздің үйде жатты. У-шу саябырлаған соң әкем Денау, Сұрхандария, Қашқадария арқылы палуанды Самарқан жақтағы Жизақ өлкесіне апарып, сондағы азуы Алтығарыс Қыпшақ ағайындарының қолына тапсырады. Олардың бас көтерер азаматтары тездетіп Ташкент арқылы Мәскеумен байланысады. Ондағылар Қажымұқанға ешкім тиіспесін деп жарлық берген соң ғана палуан еркіндікке шығып, Ташкент маңайындағы ел жұртты аралайды, қонақ болады. Сонда анам екеуміздің келгенімізді естіп, бізді іздеп табады. Қажымұқанға Сталинобадта жасалған қастандық сыры осындай. Ол туралы әлі күнге дейін айтылған, жазылған ештеңе білмеймін. Анам марқұм Мұратқан Тәнекеев деген кісі Қажымұқан туралы кітап жазарда Алматыдан әдейі іздеп келіп, біраз мағлұмат алды деуші еді. Кейін кітабы шыққанда жөнді ештеңе кездестіре алмадық. Себебін білмеймін. Не анам толық айтпады, не цензура жібермеді. Бірдеңе деу қиын. Жалпы Қажымұқан жөнінде дерек мәліметтер жұтаң. Айтылатын сөздер бір-бірінен алыс емес. Егіздің сыңарындай ұқсас. 51 медалінің бәрін сатып жіберді, немесе жоғалып кетті дегенге кім иланады? Олардың бәрін жіктеп саралау менің міндетіме жатпайды. Бұл жерде жетпегенді жеткізіп, толмағанды толтыра қойайын дейтінде ниетім жоқ. Көзім көріп куә болған, өзім білетін нәрсені ғана ортаға салғанды жөн көрдім. Ішімде кетпесін, жұртшылық біле жүрсін деп.